Жалпы Аллах тағала адамзатты жаратқаннан бері адам бойына берген ең керемет қасиеттердің бірі ол кішіпейілділік. Кішіпейілділік дегеніміз адам өзін қарапайым ұстап, басқалардың алдында өзін жоғары көрмеуді. Қарапайымдылық, кішіпейілдік деген ол өте керемет мұсылманға тән қасиеттің бірі. Негізінде кішіпейіл болудың негізгі маңыздылығы бұл кедей адам үшін оңай болуы мүмкін. Негізгі кішіпейілдік болу бұл адам баласының қолында мал мүлкі, дүниясы, қолында бір салтанат, атақ даңқы бар кездегі кішіпейілдік маңызды да. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға осыны үйретті. Хазіреті Абу Бакр радиаллаху анху халифа болмай тұрған кезде қандай кішіпейіл еді, халифа болғаннан кейін де дәл сол күйінде қалды. Міне, кішіпейілдік дегеніміз осы. Өйткені тәкаппарлық бұл шайтанға тән қасиет екендігін білеміз. Бұл жайында Аллах тағала Бақара сүресінің 34-ші аятында бұйырады: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا біз бұйырдық дейді. Кімдер үшін? Лил мәләикати, періштелер үшін бұйырдық. Не деп бұйырдық? Усджуду ли Адам, адам пайғамбарға сәжде қылуды біз бұйырдық. Фасаджаду илля иблис. Міне Аллах тағала адам пайғамбарға сәжде қылыңдар деген кезде барлығы сәжде қылады, бір ғана жаратылыс сәжде қылмайды. Ол не екен? Иблис. Аба уастакбара, не істеді шайтан? Такаппарланды. Уакана минал кафирин. Осылайша рахман болған Аллах тағаланың мейірімінен қуылып, өмір бойы лағнетіне ұшырады. Міне, бұл оқиғаны барша мұсылман біледі. Демек, адамның бұл пәни дүнияда қолында мал мүлкі дүниясы бар кезде, салтанаты бар кезде, атақ даңқ абыройы бар кезде, ол мен тәкаппарлану адамды бір жақсылыққа апармайтын дүние екендігін көреміз да. Ардақты пайғамбарымыз, басымыздың тәжі, көзіміздің нұры, екі дүниенің сардары, былай деп керемет өзінің хадисінде бұйырады: үнемдей білген адамды ұлы Аллах тағала байытады, ал сырап қылғанды кедей қылып, кішіпейіл болған адамның дәрежесін жоғарылатып, тәкаппарланған адамның сағын сындырады дейді. Яғни кішіпейіл болу бұл Алланың алдында ең ұлы мінездердің бірі. Әрі пайғамбарлардың сүннеті, сахабалардың, табииндардың, табииндардың, мынау дініміз ислам, кітабымыз Құран кәрімді тілден тілге, жүректен жүрекке жеткізген ғалым ғұламаларымыздың, шахид шуадаларымыздың, барша Аллах достарының бізге қалдырып кеткен мирасы десек артық айтпаспыз. Өйткені мұсылман сондай болу керек, кішіпейіл болу керек. Аллах тағала қасиетті Құранда бұйырады: «Ва ибадур рахман», рахман болған, аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың құлдары, «Аллазина ямшуна алал ард», жер бетінде сыпайы түрде жүреді дейді. Рахман болған Алланың құлдары жер бетінде сыпайы түрде жүреді дейді. Міне қараңыздар. Яғни адам қандай болмасын, ол бір патшаның құлы емес те. Кімнің алдына келсе де, ямаса сенің алдыңа кім келсе де оған кішіпейілдік таныта білу керексің. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдына бір адам келіп, қобалжып, айтар сөзін ұмытарға шақ күйде тұрған кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оның кішкене мысын басып: сәл боса, мен патшаның ұлы емеспін, мен де бір қақталған ет жеген бір әйелдің баласымын деген. Қараңыздаршы, пайғамбарымыздың бізге қалдырған өнегесі. Өйткені пайғамбарымыз біз үшін не? Өнеге. Аллах тағала қасиетті Құранда солай бұйырды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лақад кана лакум фи расулилла. Лақад кана, әлбетте сіздер үшін бар. Лакум, сіздер үшін бар. Қайда? Фи расулилла, Алланың елшісінде бар. Не бар? Усвату хасана, көркем өнегелер бар. Міне сол көркем өнегелердің бірі де сол кішіпейілділік.